Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі көрсететін сіздерге лайфхагым қайшыға, үйдегі жиі қолданатын қайшыға байланысты болады. Қайшыларымыз мынандай болып, қағазға өтпей қалған жағдайда қалай қайрауға болатынын көрсетемін. Қайшымыз қағазға да өтпейтін бір жағдайлар болады. Сол кезде үй жағдайында қалай қайрауға болатынын көрсетемін. Ол үшін бізге ас бөлмеде жиі қолданатын фольга керек. Фольганы алып, оны керекті жерін қиып кесіп аламыз. Осылай кесеміз. Содан кейін оны бүктейміз. Көбірек бүктей беруге болады. Қалың қылып та алуға болады, өз жағдайларыңызға қарайсыздар. Содан кейін сонымен қайшыны жиі қырқу керек қайшымен фольганы. Содан кейін мейлінше жиі фольганы қисаңыздар, қайшыларыңыз жақсы өтетін болады. Осылай үйдегі барлық қайшыларды фольганы қию арқылы қайрауға үй жағдайында болады. Осылай үйдегі қайшыларды фольганы қайта қию арқылы қайшыларымызды қайрадық. Енді тексеріп көрейік. Оған қағазды аламыз қалыңдатып. Содан кейін қайраған қайшыларымызбен қиып көреміз. Мінекей, қайралды, қағазға өтіп тұр, жақсы өтіп тұр. Мінекей, осылай үй жағдайында қайшыларымызды қайрауға болады. Менің YouTube арнамдағы лайфхактар ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен біргемін.